Алматыдағы спорттық нысандардың 70% Олимпиада ойындарын өткізуге дайын. Бұл туралы Куала-Лумпурде өткен баспасөз мәслихатында қала әкімі Ахметжан Есімов мәлімдеді. 2 күннен бері Алматы 2022 Олимпиадалық комитет дирекциясы журналистермен баспасөз мәслихатын өткізіп, алып қаланың мүмкіндіктері жайлы толық ақпарат беруде. Осыған қоса халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің еліміздің оңтүстік астанасы жайлы жан-жақты мәлімет білуге, танысуға деген құлшыныстар жоғары. Тіпті шетелдік тілшілер шара басталардан бұрын ерте келіп, қызығушылықтарын жасырмады. Оларды байрақты бәсекені өткізуге дайындық жұмыстары, бөлінген қаржы және қонақтарға қандай бағдарламалар әзірленгені қызықтырады екен. Айта кетейік, Алматыда салынған спорт нысандары заманауи үлгіге сай болғандықтан Олимпиада комитетінің қойған үдесінен шықты. Біз өткенде Лозанна қаласында бірінші рет Алматының біздің еліміздің Қазақстан мүмкіншілігін жақсы көрсете білдік деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі кезде көптеген кездесулер өткізіп жатырмыз. Сол кездесулерде халықаралық олимпиада комитетінің мүшелері қайта-қайта сол болған презентацияны еске алып, жаңағы Қазақстан қандай мемлекет екен, қандай дәрежеге жеткен, сол туралы өздері сүйсініп айтып жатыр. Еске сала кетейік, ертең 2022 жылғы 24-ші қысқы Олимпиада ойындарының қай қалада өтетіні белгілі болмақ. Түбірлі доданы өткізуге басты үміткер Бейжің мен Алматы қаласы, ал халықаралық Олимпиада комитетінің 128-ші сессиясына келген шетел журналистері спорттық жарыстарды өткізу мәртебесіне Алматы қаласы лайық деп санайды.